Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сливочный соуспен тауық етінің дайындалу жолын көрсеткім келеді. Өте дәмді тағам, жасап көріңіздер. Алдағы уақытта дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл тағамға гарнир ретінде кез келген пайдалансаңыз болады. Мен күрішті пайдаландым. Ол үшін 1,5 кесе күрішті тазалап жуып, қызған табаға сұйық майдың үстіне 10-15 минуттай қуырып аламыз. Үстіне тұзымызды салып, жақсылап қуырып, үстіне суық суымызды құйып, бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Осы әдіспен пісіретін болсаңыздар, күріш жабыспай жақсы піседі. Мінекей біздің шашыраңқы күрішіміз дайын болды. Енді тауық етінен соус жасаймыз. Оған бізге 1 пияз және де тауықтың 1 саны қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кубиктап тек етін турап алатын боламыз. Пиязымызды ішіңішке қып турап дайындап аламыз. Қызып тұрған табамызға осындай сливочный майды құйып, ерітіп, оның үстіне тауық етін салып қуырамыз. Еттің суы кішкене тартыла бастағанда үстіне пиязымызды салып 5-10 минуттай қуырамыз. Үстіне түрлі дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Мен тұз, қара бұрышты қосып жақсылап араластырдым. Және үстіне 6 ас қасық қаймақты саламыз. Шамамен 200 граммдай болады. Осымен жақсылап қайнатып, бұқтырып аламыз. Егер де сұйық болған қаласаңыздар, үстіне 30 мл су құйсаңыздар болады. Бұл әркімнің өз қалауына байланысты. Шамамен 20-25 минутта біздің подливіміз дайын болады. Осылай күрішімізді салып, подливімізді құйып, ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Альмира.